жасырып, белгілі бір заказ берілген, тапсырыс берілген өлімге тікелей қатысы бар деген сөз, ол мен ойлаймын, тіпті бізді білмейтін адамдардың өзі де оған ешкім сенбейді. Құлаққа сенгісіз нәрсе. Сондықтан бұның өзін біз қазіргі таңда биліктің өзінің абыройы айрандай төгіліп жатқан кезде, халықтың әлеуметтік мәселелері шешіле алмай жатқан кезде, биліктің маңайында жүрген, ең жоғарғы сатыда жүрген азаматтардың тұтқындалып, әртүрлі жемқорлыққа салынып жатқан кезде, өзінің абыройы айрандай төгіліп жатқанда, біздің де абыройымызға нұқсан келтіргісі келеді деген бір өзіміздің сондай тұжырымымыз бар. Және міне осы баспасөз релизін өздеріңізге бердік. Біз мына қол қойылған өзіміздің құжаттарымыздан бас тартпаймыз. Сол кезде өздеріңіз білесіздер, 2000 жылдан кейін ДВК құрылғаннан кейін президенттік сайлаудың алдында, парламент сайлауының алдында қамдамай қуғындаулар болды. Әсіресе ауылдық жерде, облыстардың деңгейінде болды. Сондықтан әрине біз жалғыз бұл хатты қойған жоқпыз. Біз өзімізге әділетті Қазақстан қозғалысына, біздің мына демократиялық партияларға әділеттік, шындық іздеп келген азаматтардың бәріне осындай хаттарды беріп, мейлінше ең болмаса қағаз жүзінде көмектесуге тырыстық. Біз прокуратура емеспіз, біз тергеу органы емеспіз. Оның артында кім тұрғанын біз мүмкін кейде біле берген жоқ шығармыз. Бірақ дәл осы Байсақовқа қатысты хат қойылған кезде ішкі істер министрлігі қоғамға ешкімге ол бір қылмыскер екен, оның осындай бір айыбы бар екен, ол адам өлтіруге тапсырыс берді деген хабар болған жоқ.